Бүгінгі біздің сабақта Pinduoduo'дан возврат жасауды үйренетін боламыз, яғни қайтарымды. Қандай қайтарым түрін үйренеміз? Қытай қоймасы тауардың ақшасын алды, бірақ тауарды әлі доставка жасамаған, яғни біздің Қытай қоймамызға салмаған, жолға шықпаған тауарға қалай возврат жасаймыз, соны көрсететін боламыз. Ол үшін экранға зер салайық. Ол үшін Pinduoduo қосымшасындағы өзіңіздің тауарыңызға кіресіз. Міне қазір біз басты бетте тұрмыз. Жеке кабинетке өтесіз. Осы кезде барлық тауарларды көру үшін мына батырманы басасыз. Яғни міне грузовик, жұлдызша, соның үстіндегі батырма стрелкасы бар. Осыны басқан кезде сіздің тапсырыс берген тауарларыңыздың тізімі шығады. Міне мен мына тауарға тапсырыс бердім, және осыны возврат жасағым келеді. Возврат жасау үшін мына астындағы 3 әріп тұр ғой, 3 жазу. Осы 3 жазуды аударып, қайсы возврат екенін сіздерге көрсететін боламын. Сіздерге түсінікті және естеріңізде қалу үшін сіздермен бірге переводчик арқылы қолданамыз. Скрин жасадым. Енді переводчикқа кіреміз. Міне жаңағы сөзімізді қоямыз. Мына астындағы 3 жазуды оқып шығамыз. Біріншісі, міне бірінші 4 бұрыштың ішіндегі ақшаны қайтаруды сұраңыз дейді. Бізге керегі осы. Екіншісі қайта жазу, үшіншісі жедел жеткізу, жоғары жақта, яғни тауардың ақпараттары берілген. Бізге мына бірінші батырманы басуымыз қажет. Ақшаны қайтаруды сұрау. Енді мына осы батырманы басамыз. Басқаннан кейін бізде осындай парақша шығады. Жаңа тауардың бағасы және мына жақта әртүрлі жазулар. Енді сіздермен тағы да скрин жасап переводчикке кіреміз. Міне переводчикке кіріп жаңағы парақшамызды аударамыз. Сол кезде міне қолданба түрі, мен ақшаны қайтарғым келеді. Жаңа қайтару керек қажет емес, ол тауар әлі жолға шықпағандықтан сізге қайтару қажет емес деп жазылып тұр. Бұл жерге ештеңе жазбаймыз. Мына жерге өтініш беру себебі, қолдану себебін таңдау үшін басыңыз дейді. Яғни біз жаңа Pinduoduo'ға кіреміз да, мына екінші батырманы стрелкасын басқан кезде ары қарай бізде себептер шығады. Автоматты түрде өздері себептерін дайындап қойған, сіздер тек қана таңдайсыздар. Ал тағы да түсінікті болу үшін осы жерде скрин жасаймыз, переводчикке кіреміз. Міне қандай себептері бар екен. Біріншісі, енді оны қаламадым, яғни мен ол тауарды қаламаймын деген мағына. Екіншісі, арзанырақ заттарды қараңыз. Өнімнің стилі дұрыс емес. Жеткізу мекен-жайы немесе ұялы телефон номері қате. Қолданбаған жеңілдіктер бар. Және де бұл тауар сатылып кетті дейді. Басқа себептер. Сатылып кетті деген кезде бұл сіз Қытай дүкенімен сөйлесе отырып, осы батырманы басасыз егер ол тауарыңыз сізге доставка істей алмаймын деген сияқты келгенде. Ал дәл қазір біз бірінші себепті таңдаймыз. Біз ол тауарды қаламадық деген. Яғни ол тауарды алғым келмей қалды деген. Бірінші батырманы таңдаймын. Міне бірінші батырманы таңдадық. Автоматты түрде осы жерде жазылды. Мына жерде бағасы тұр. Ал мына жерге комментарий жазуыңыз қажет. Комментарияға қазақша да, орысша да жаза берсеңіз болады. Ең бастысы мына жердегі сөзіңіз дұрыс болса болды. Біз комментарияға осы жоғарыда таңдаған сөзімізді копировать етіп, міне осылай копировать етеміз да, астына осыны вставить ете саламыз. Міне болды. Одан кейін фото бізге қажет емес. Егер тауарды қолыңызға алып қойып, одан кейін ол тауар кем келгенде, немесе дұрыс емес, размері дұрыс емес келгенде фотоға түсіріп Қытай магазинінен қайтарым сұрай аласыз. Біздің жағдайда ондай фото жоқ. Өйткені тауарды әлі қолымызға алмағанбыз. Болды, осылай толтырдық. Ары қарай мына қызыл батырманы басамыз. Басқаннан кейін міне Pinduoduo бізге ақшаны қайтарып беру этапын көрсеткен. Міне 07-сі, 08-сі, 14.46-да біз ақша қайтаруды сұрадық. Міне 14.46-да қабылданды. Ал енді біздің карточкамызға түсу уақыты осы жерде көрсетіледі. Міне жоғарыда сообщение келді. Міне сізді Pinduoduo бізге 15,55 юаньді берді. Жаңағы тауарыңыздың ақшасын Pinduoduo қайтарып берді. Және ол мына карточкаға түседі. 42.90. Бірақ бұл сіздің карточкаңызға дәл қазір түспеуі мүмкін. Себебі бұл Pinduoduo
біздің картамызға қайтарып берді, Каспи картамызға. Ал Каспи картамыз біздің 3 күн жұмыс уақытында қайтарып беретін болады. Яғни 1 күннен кейін немесе 1 сағаттан кейін, бірақ 3 күннің ішінде түсетін болады осы ақшаларыңыз Каспидан. Міне, дәл осылай Pinduoduo'дан возврат жасай аласыздар. Pinduoduo сізге возвратты возвраттың ақшасын бірден түсіреді. Ал сіздің банк карточкаңызға 3 жұмыс күннің ішінде түсуі қажет. Егер осы 3 жұмыс күннің ішінде түспеген жағдайда, өзіңіздің банк картаңыздан толық ақпараттарды ала аласыздар.